Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 51-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз көже. Наурыз мейрамының басты тағамы наурыз көже. Наурыз көже азықтың 7 түрінен жасалады. Олар бидай, тары, күріш, су, ет, тұз және сүт. 7 түрлі дәмнен жасау халықтық дәстүрден шыққан. Наурыз көже беру дәстүрі дәм таттыруды білдіреді. Қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары кітабынан алынған мәтін екен балалар. Сұрақтарға назар аударайық. Наурыз мейрамының басы тағамы не екен? Наурыз көже екен. Наурыз көже неден жасалады? Жаңа айтқан бидай, тары, күріш, су, ет, тұз, сүттен жасалады екен. Екінші жаттығу. Көркем жаз. Ұлыс береке берсін. Дәптерімізге көркем жазамыз балалар. Үшінші жаттығу. Өлеңді жақшадағы әріптің тиістісін қойып, көшіріп жаз. Бүгін жаңа күн келді. Бүкіл әлем гүлденді. Күн мен түн теңелді. Ғалам нұрға бөленді. Әдібай табылды. Бірінші қатарға К әрпін, екінші қатарға Г әрпін қояды екенбіз балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып алыңдар.